Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы сын есім. Сабағымыздың тақырыбына сай негізделініп алынған оқу мақсаты төмендегідей. Екі оқу мақсаты алынды. 2-1-2-1 мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтіннің мазмұнын болжау. Екінші оқу мақсатымыз 2-4-2-3 сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістік ажырату. Осы оқу мақсаттарының негізінде бағалау критерийлері құрылды. Бағалау критерийлері төмендегідей. 2 бағалау критерийі алынды. Бірінші бағалау критерийі мәтіннің тақырыбы мен тірек сөздердің негізінде мәтін мазмұнын болжай алады. Екінші бағалау критерийі сөз таптарын зат есім, сын есім, сан есім, етістік ажырата алады. Оқушылар, осы бағалау критерийлерінің негізінде сабағымыздың барысында тапсырмалар орындайтын боламыз. Сол тапсырмаларды орындау арқылы біз оқу мақсатына жетеміз. Ары қарай сабағымызды бастамас бұрын біз өткен тақырыпқа кішкене шолу жасап алайық. Біз бірінші жолғы сабақ тақырыбымызда естеріңізге түсірейік. Ол тақырыпта сын есім туралы өтіп, сын есім туралы шағын видеоматериал көріп алғанбыз. Ол видеоматериалда барлығы түсінікті түрде сын есім туралы берілген болатын. Және де біз сол материалды тыңдап алғаннан кейін тапсырмалар да орындаған болатынбыз. Ары қарай біз сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге өткен тақырыпты еске түсіріп, тағы да сын есім туралы тоқталып өтейін. Сын есім заттың түр-түсін, сапасын, көлемін, пішінін, сынын білдіретін сөз табы. Сын есім қандай және қай деген сұрақтарға жауап береді. Өткен тақырыпты еске түсіріп, шолу жасап алсақ, ары қарай тапсырмалар орындайық. Сіздерге мынандай тапсырма оқушылар. Мәтінмен жұмыс. Бұл мәтін сіздердің оқулықтарыңызда да берілген. Балықшы мысық деген шағын мәтін берілген. Сіздер бұл мәтінді дұрыстап, зерделеп, оқып алыңыздар. Оқып алғаннан кейін мәтіндегі негізгі ойды анықтап, мәтіннен сын есімдерді және күрделі зат есімдерді табуларыңыз керек. Мәтінді мен сіздерге бір рет оқып берейін. Мысық өзенге балық аулауға барды. Қармағын суға салды. Оған шыбық түседі. Бұл кішкентай балық қой деп ойлайды мысық. Қармағына құртын іліп алып, тағы да суға тастайды. Бұл жолы қармаққа алабұға түседі. Алабұға да онша емес деп ойлайды. Қармағын 3-ші рет тастайды. Қармаққа үлкен шортан балық түседі. Ол мысықты суға сүйреп әкетеді. Міне, мәтін түсінікті болса, сіздер осы мәтіннің ішіндегі негізгі ойды анықтап, сын есімдер мен күрделі зат есімдерді тауып, дәптерлеріңізге жазыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Бұл тапсырма түсінікті болса, келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма мәтінде сіздерге мәтін берілген. Осы мәтінді сіздер дәптерлеріңізге қатесіз көшіріп жазып, мына сұраққа жауап беріңіздер. Мәтіннің ішінде сын есімдер болса тауып алып, және сол тауып алған сын есімдеріңізге сұрақ қойыңыздар. Су, сүт ағаштардың жеміс жеуге жарамсыз, бірақ дінін кессе сүтті шырын ағады. Шырыны майлы, тәтті және құнарлы. Мінекей оқушылар, осы мәтінді қатесіз көшіріп, жазып, берілген тапсырманы орындаңыздар. Ары қарай келесі тапсырмаға көшейік. Келесі тапсырма. Біз сабағымызды қорытындыламас бұрын мына тапсырманы орындап алайық. Сіздерге кесте беріліп тұр. Бір жағында сын есімдер жазылған, екінші жағында кестенің зат есімдер жазылған. Сіздер оқушылар осы жерден сын есімдер мен зат есімдердің бір-біріне келетінін сәйкестендіріңіздер. Бұл кестені дәл осылай дәптерлеріңізге сызып алып,
сәйкестендіріп көріңіздер. Бұл жерде мысалы қоян дегеніміз ол зат есім. Мына жақта жазық, арық, биік, ашық, бойшаң, қысқа, сұр, жуас дегендер бұлар сын есім. Енді қоянға қайсы келеді? Қандай қоян болуы мүмкін? Мына жерде міне сұр деген тұр, сұр қоян. Міне оқушылар, осылай сәйкестендіресіздер. Қалғандарында осылай сәйкестендіріп жазып алыңыздар. Сабақ түсінікті болса, келесі тапсырмамызға көшейік. Сіздерге енді оқушылар барлық сабақты түсініп алсаңыздар, тапсырмаларды тиянақтап орындаңыздар. Тиянақтап орындап болғаннан кейін сіздерге үйге тапсырма беріледі. Үйге тапсырма 65-ші жаттығу 92-ші беттегі. Барлық тапсырмаларды мұқият орындаңыздар. Сау болыңыздар, зейіндеріңіз ашылсын.